Жаңа пәтерге көшіп келгеніне бір апта болса да, әлі реттеліп бола алмай жүрген Мұхтар дүкеннен азық-түлік алып, өз подъезіне жақындап келе жатқанда, есікті аша тұрасыз ба деген дауысқа шалып қарап, есікті ұстап тұрды. Кішкене арбасынан бөпесін көтеріп, бір қолымен арбасын сүйрей есікке жүгіріп келе жатқан келіншекке жол берді. Жүзіне қарап есі шығып кетті. Ол келіншек те оған таңырқай қарап, сәл бөгелді де ішке кірді. Бұл Рухия емес пе деген оймен артына ілесе кірген Мұхтар көзін алмайды. Келіншек балалар қол арбасын кіре беріс дәлізге қоя салды да, тездетіп көтеріліп барады. Рухия деді. Келіншек сәл бөгеліп, бетіне жалт қарады. Рухия, бұл сенсің бе деп ақырын артынан көтеріліп келеді. Дәл өзі. Сол қолаң шаш, сол мүсін, кең маңдай, қиылған қас, көзі сол күйінше еш өзгермеген. Шәудіреп тұр. Келіншек бірінші қабаттың пәтерінің есігін жылдам ашты да, бетін баламен көлегейлеп шауып берместен тез ішке кіріп кетті. Мұхтар аң-таң. Бұл Рухия ғой, әлде ол емес пе? Ай, шатастым-ау. Ол болса ең қорғанда амандасар еді ғой, деп пәтеріне көтерілді. Мен де қайдағыны қайдан есіме алдым деп, пәтерге кіріп күйбең тірлігіне кірісіп кетті. Ойпырмай, мынау Мұхтар ма? Ол мұнда неге жүр? Мені шақырды, я? Я шақырды, Рухия деді. О, Аллам, бұл не тағы? Менің жолыма Мұхтар қайта жолықты ма? Деген сөздерді Рухия сыбырлап айтып, кішкене немересін төсегіне жатқызып, төсектің шетін ұстап, ойға батты. Арғы білмейтін, анашым, келдіңіздер ме деген сезім қызының дауысы ойын бөліп, тез көтеріліп, қызының жанына барды. Қызы мүгедектер арбасымен өз бөлмесінен шығып келеді екен. Я қарағым, келдік. Әнжі ұйықтап қалды, жатқыздым деп қасына келді. Кешкі ас ішеміз бе? Деді сезім күлімсіреп. Ішейік ботам, қазір деп. Рухия ас бөлмеге барып дастархан әзірлеп жүріп, бағанағы сырттан кіргендегі жағдайды көз алдына елестетті. Мұхтар өзгеріп кеткен, бұрынғы Мұхтарға мүлдем ұқсамайды. Кешкі ас ішіп отырып, Рухия өз ойымен болды. Сезім біраз әңгіме айтып тастады, бірін естіп, бірін естімей отыр. Шай ішіп болған соң қызын ваннаға апарып жуындырып, сосын бөлмесіне барды. Анашым, Әнжуді маған әкеліп қойыңыз, сіз түнде тынығып алсаңызшы, деді. Алтыным, сен уайымдама. Ол шаршап қалды, осы ұйықтағаннан таң атқанда бірақ оянады. Мен тынығам, ботам, тынығам, деп қызының шашынан сипалап, көзін жұмды да шығып кетті. Өз бөлмесіне келіп жастыққа басын қойғанмен көзі ілінбеді. Алыс ой шырмауына кетті. Мұхтар терезеден сыртқа қарап тұрды. Бағанағы келіншек ойына түсіп тұр. Қылтимағы шығып, темекісін тұтатты. Дәл өзі ертең дұрыстап қарамаса, осы үйде тұратын болғаны ғой. Қанша жыл өтті? Бақандай 28 бе? Әлде 29 ба? Мен армияға кетерде көргем. Я, содан кейін көрмедім. Кездеспедік. 29 жыл болыпты, деп темекісін сөндіріп, жатын бөлмесіне келді. Әйелі ұйқыны соғып жатыр. Мына күйбең тірлік шашытқан көрінеді. Басы жастыққа тиісімен ұйқыға кеткен. Мұхтар ыңғайланып жатқанмен көзі ілінбеді. Ой шырмауына кетті. Мұхтар мен Рухия бір-бірімен бақшалары тірескен көршілер еді. Балалық шақтары бірге өтіп, бір үйдің балаларында өскен. Мұхтар қарапайым көп балалы отбасының баласы. Әкесі колхозда сушы болып жұмыс жасаған. Таңнан кешке дейін далада, анасы да ауылда қара жұмысшы. Құс фермасында кезіккен жұмысты атқарып жүретін. Мұхтар үйдің үлкен немересі болған соң, әжесінің баласы аталып ерке өсті. Басқа бауырларынан ерекшеленіп, бар жаңа, бар жақсы бірінші болып соған алынатын. Жарқырап өз бауырларынан ерекшеленіп жүретін. Әжесі Мұхтар әскерден келгенше өмір сүріп, әбден еркелетіп өсірді. Мұхтар өзі не әкесін, не анасын адам деп көрмей, оларға әженің баласымын деп сіркілдеп сөйлейтін. Ата-анасы да Мұхтарға бола бастарын ауыртпайтын. Басқа балаларының қамымен жүре беретін. Ал Рухия өте жақсы тұрмысты отбасының қызы. Ата-әжесі және ағасы ғана болды. Рухияның әкесі ауылда экономист болып жұмыс атқаратын.
Атасы ардагер кезінде ауыл басқармасы болған кісі. Әкесі ұлағатты ұстаз болған адам. Рухия ес білгенде ата-әжесі зейнетте болған. Рухияның әкесі анасын сонау Польшадан әкелген деді. Анасы Рухияны босанып, 2 жылдан тұрып, сосын әкесімен көңілдері жараспай ажырасып, Рухияны қалдырып еліне кетіп қалған болатын. 2 ұлттың қаны бар, Рухия өте ажарлы қыз болды. Әкесі ұзақ уақыт үйленбей жүріп, кейін үйленген. Бірақ балалары болмады. Әкесінің жалғыз қарындасы бар. Ол кісі ерте мектеп бітіріп, Алматыға кеткен. Оқу оқып, тұрмысқа шығып, анда-санда келіп кетіп тұратын. Балалы шағалы адам, сол балалық кездерінде талай бірге ойнап ер жеткен. Мұхтар мен Рухия қыз жігіт боламыз деп ойламаған. Мұхтар Рухияның ауласын кесіп өтіп, арғы көшедегі мектепке баратын. Өтіп бара жатып Рухияның сөмкесін көтере кететін. Рухия тоңпамықтап, артынан жүгіретін. Екеуі бір сыныпта оқитын. Рухияның әжесі кәдімгідей Мұхтарға немересін табыстап қоятын. Балғын балалық шақ еш уайымсыз өтіп жатты. Мұхтар өз еркелігімен, Рухия өз тәртіптілігімен көзге түсіп жүретін. Мұхтардың сабаққа түк қызығушылығы болмады. Орташа біліммен 9-шы сыныпқа көшті. Рухия озат оқушы, өте ақылды. Сол жылы Рухияның атасы мен әжесі араларына 2 ай салып, бірінің артынан бірі қайтыс болды. Рухия жаман жалғызсырап жетіп қалды. Өгей анасы бала сүймеген соң ба, Рухияны түсіне қоймайды. Алматыдан келген апайы Рухияны жазғы демалысқа өзімен бірге алып кеткен болатын. Алғашқы қоңырау болатын күн, Мұхтар бой түзеп, еңгезердей жігіт болған еді. Шашын артқа қайыра тарап, ұзын бойына келісті шалбармен, ақ жейде киіп, Рухияның ауласын әдетінше кесіп өтіп бара жатыр еді. Мұхтар, тоқта деген дауысқа жалт қарады. Рухия сондай сұлуланып кеткен, майысып тұр. Мұхтар көптен көрмеген Рухияны танымай барып таныды. Ұзын кірпіктерін төмен салып қасына келіп, сәлем деді. Аузы ашылып тұрған Мұхтар тіпті ұялып қалды. Рухияға да көптен көрмеген Мұхтар сымбатты да ажарлы көрінді. Қыз ұялып жерге қарап, қатарласты, екеуі бірге мектепке келді. Бір-бірлеріне тез көз тастап, жасқанады. Мұхтар, Рухия не деген әдемі болып кеткен? Не деген мүсін, не деген шаш? Бұрын қалай байқамағам, деді сыныптасы Сәкен. Жігіттер қыздардан көз алмай қарап тұр. Басқа қыздардың қасында тіпті ажарланып кетіпті. Ана Жазираның қарашы қандай болды сондай, мәншікте өзгермеген. Толған айтып те семіріп кеткен бе, деп тырқылдап Қайрат қосылды. Алманы қара, алма сорайып кетіпті. Алма емес терек болыпты деп Жандос та күлді. Мен Рухияны ұстаймын, ол менің қызым болады деп Айдын түн кеткізгенде Мұхтар жалт қарап, бір жеріңді қысып жүр, көрсетем саған, деп қалды. Сен не көрсетесің? Ол не сенің қызың байда? Деп Айдын қоразданып қасына жақындады. Ол менің қызым. Не қарсылығың бар ма? Деп Мұхтар да кеудесінен көтеріп, Айдынға төсін тағады. Қойыңдар, қойыңдар, деп Жандос арашалап орталарына кірді. Бөспей жайымен жүр, сен Рухияны адам көріп бедің, сенің қыздарың Мәншүк, Жазира ғой деп, Айдын тірес болмайды. Қоңырау бітсін, мектептің артына кел деді, Мұхтар тістене. Болды, деп Айдын денесін тігістап, сұп-сұр болып, тып-тыныш тұра қалды. Айдын жауырыны қақпақтай ірі денелі, шымыр жігіт. Шымырлығы спортпен айналысатын, ал Мұхтар сорайған бойлы жіңішке сүйікті арық жігіт. Ешқандай да спортпен шұғылданбаған. Әйтеуір дойыр, өз қара күшіне сенетін жандардың бірі. Қоңырау аяқталысымен Мұхтар, Айдын, Жандос, Қайрат, Сәкен мектеп артына барды. Мұхтар, бірге бір шығамыз ба? Жеңгеміз Рухияға сөз айтамыз. Қыз қабылдаса еш кедергі жасамаймыз. Ал қыз қабылдамаса қинамаймыз. Жігіт жетеді. Айдын қолын созып. Егер қыз жеңген жігіттен бас тартса, жеңіліп қалғанымызда қызға сөз айтуға мүмкіндігі болады, деді Мұхтар. Бірақ қинамаймыз. Мазасын алмаймыз. Келістік қой, деді Айдын қолдарын қысып ұстап тұрып. Келістік, деді Мұхтар да Айдынның көзіне тура қарап. Қолдарын жіберіп, екеуі екі жаққа қарап сілкініп алды да, жұдырықтарын түйе бір-біріне қарап тұрғаны сол еді. Мұхтардың жағынан соққы тиді. Жуан жұдырыққа Айдын аямай-ақ соққы берді. Мұхтар тәлтіректеп барып жерге отырып қалды.
Басқа жігіттер ортаға түсіп, сен неге Мұхтарға мүмкіндік бермедің? Бұның әділ емес қой, десе. Енді бірі Айдан, біз білеміз. Сен спортпен шұғылданасың, кішкене оған мүмкіндік беруің керек деді. Айда есеңгіреп отырған Мұхтарға төбесінен төніп, төбелеске шақырған өзің, неге шамаңа қарамайсың? Мен жеңетінімді білсем де шарт қойдым, сөзді мен айтам. Рухия қабылдаса, ол менің қызым болады. Ал сен оның есік алдынан өтпейтін боласың және жөнсіз сөйлеспейсің деді де, Айдын кете барды. Қайрат Сәкен бірге кетті, Жандос Мұхтардың жанында қалды. Сабақ басталып мектепке барып жүргендеріне бір айдай болып қалды. Мұхтардың есік алдынан өтпей жүргеніне Рухия ойланып жүр. Сабақтан қайтқанда да кеше айналып кететін болды. Сыныпта Рухия Айдынмен бір партада отыратын. Көз сөздері жарасып сабақта көңілді отыратын. Айдын жақсы оқитын оқушы, олардың айтар әңгімесі, бір-біріне қояр сұрақтары да бар еді. Сабақтың соңында Айдын Рухияны үйіне дейін шығарып салып жүрді. Бірақ сөз айтпады. Қорықты, сыпайылық танытып, осы мүмкіндікті пайдаланып жүрген болатын. Ал Мұхтар болса басқа ойда болды. Ол Айдын Рухияға сөз айтты, Рухия қабылдады деп ойлады. Жалғыз Мұхтар емес, Қайрат, Сәкен, Жандос та солай ойлап жүрген. Бұл жігіттердің сөзсіз солай ойлап жүргенін Айдын сезген. Сол себепті сөз айтқанға асықпай, қызды өзіне әбден қаратып алу мақсатымен барынша Рухияға жағудың амалдарын жасап жүрді. Рухия сөзін алмайтынын сезетін. Ол Мұхтардың ұнататынын да білді. Оның үстіне ауылға әскерден келген жігіттерде Рухияға қызығып, көз қырларын салып жүрген болатын. Ол жігіттер шеттерінен сұлу сымбатты, содан да сескеніп жүрген. Айдын сабақтан тыс ересек жігіттермен араласып, Рухия туралы сөздерді де жиі естейтін. Сол кезде оларға, жігіттер, Рухия менің сүйіктім, біз қыз жігітпіз деп өтірікте айта салған. Онысы Рухияға көздерін салмасын дегені еді. Айдын орта шаруа отбасының баласы, еңбекқор шыдамды жігіт. Ауылда жастар арасында беделі де бар, достары да көп еді. Өз-өзіне сенімділігі сонша Рухияның түбі қызы болатынына күмәні болмады. Қыс өтіп көктемде келді. Рухия Мұхтарға қанша сөйлеп жақын тартса да, ол алшақтай берді. Бала күнінен бауыр басып қалған досының неге алыстағанын түсінбей Рухия қиналды. Сыныпта Мұхтар басқа қыздармен қалжыңдасып ойнап, шығарып салып бара жатса қызғанып та қалатын. Кінәні өзінен өздеп әлек болды. Оқу жылы аяқталып, соңғы қоңырау кешінде Рухия өзі барып, Мұхтарды биге шақырды. Көптен Рухияға қолы жетпеген Мұхтар бір арманы орындалғандай болып, бақтан бас айналып билеп тұр. Мұхтар, сен неге менен алыстап кеттің дейді Рухия батылдана. Жоқ, алыстамадым. Сен бір жыл бойы менен алыс болдың, тіпті есік алдынан өтпедің. Не болды деп, Рухия Мұхтардың құлағына жақынырақ дауыстап айтты. Енді бала емеспін ғой. Баса көктеп жүре беретін жастан астық, есейдік, деді Мұхтар Рухияның көздеріне қарап. Екеуінің көздері түйіскенде бар әлем жоқ болып кеткендей болды. Екеуіне ғана арналған музыка қойылғанда екеуі де қалықтап кеткендей. Рухияның да Мұхтардың да жүрек қағыздары жиілеп, көздерінен көздерін ала алмай тұрып қалды. Сол аралықта сыртта жүрген Айдын кіргені еді. Қаны басына шауып, қастарына жетіп келді. Мұхтардың қолынан шап беріп сыртқа сүйрелей жөнелді. Рухия қоса шықты. Айдын бұның не? Деп айқайлап та жіберді. Мен саған не айттым? Деп Айдын Мұхтардың жағасына жабысты. Не? Соңғы кеш, соңғы би, болмай ма? Деді Мұхтар да тістеніп. Болмайды, аулақ жүр деп, сілкілеп кеткен Айдынның қолынан Рухия жабысты. Неге болмайды екен? Сен кімсің, бізге ненің болатынын, ненің болмайтынын айтатын, деді Рухия. Рухия, ішке кір. Бұл жерде сенің кінәң жоқ деп Айдын айтты да, Мұхтарды сүйрей ара тартты. Тоқта, не деп тұрсың? Қане жібер Мұхтарды деп Рухия қалмай Айдынның қолына жабысып бірге ілесті. Рухия, бара ғой бар, ішке кір деп Мұхтар айтты да Айдынның қолын қағып жіберді. Сатыр-сұтыр төбелес басталып кетті. Шыңғыр байқайлаған Рухияның даусы жыртылған көйлек қанаған танау быт-шыт болып кетті. Мұхтар оңбай құлады. Үстіне таудай болып Айдын отырып алып бетінен екі соққы жібергенде Рухия Айдынды басынан төмпештеп ұрып кетті. Айдын орнынан тұрып Рухияның қолынан ұстап жетектемекші болып еді. Рухия қолын сілкіп тастап Мұхтарға жүгірді. Жылап отырып аймалап тұрғызбақ болды. Ентелеп келе жатқан Айдынды Қайрат құшақтап жібермеді.
Жерде қан жоса болып жатқан Мұхтарды Сәкен мен Жандос тұрғызды. Рухия, жүр деймін саған, деп Айдан айқайлап тұр. Жоғал, көзіме көрінбе. Қан жер жоғал деді де, Рухия Мұхтармен бірге үйіне кетті. Кеште аяқталды. Рухия өз үйінің ауласындағы шағын бір бөлмелі шайханасына Мұхтарды кіргізіп жатқызды. Бода-бодасы шығып жылап жүр. Сәкен мен Жандос су әкеліп жуындырды. Айданға не жын көрінген, неге ол Мұхтарды ұрады деп бұрышта тұрып. Рухия, сен қызықсың. Сенің жігіттің болған соң қызғанады да, деді Жандос. Кім қызы, мен бе? Мен оның қызы емеспін деп көзі бақырайып кетті. Қалай қызы емессің? Сонау қыркүйектен бері біргесіңдер ғой, деді Сәкен. Рухияның көзі бақырайып, жігіттерге ойлы көзбен қарап, біз бірге емеспіз, деп Рухия тіпті ашуланды. Қалай бірге емеспіз дейсің? Көріп жүрміз ғой, деп Жандос секе сөйледі. Жандос, сен не көріп жүрсің? Деп Рухия қасына келді. Енді бірге отырсыңдар, бірге қайтасыңдар, дейді. Көзі жыбылықтап. Мен Айдынмен бір партада отырам ғой. Егер орным соның қасында болса, қалай бірге отырмайым? Тапа-тал түсте үйіме жеткізіп салса, сыныптасым ғой. Онда тұрған не бар, деді ашулы дауыспен. Рухия, саған Айдын сөз айтып беді, деді қиналған дауыспен Мұхтар. Жоқ, қандай сөз? Қызым бол демеді ме? Деп Жандос тез айтты. Онда ештеңе айтпады, айтса да мен оның қызы болмас едім, деп Рухия таңдан айтты. Бауырым, сен не үйіңнің қасында тұрған қыздан сұрап алмай, бостан-босқа қор болып жүргенсің бе? Деп Сәкен Мұхтардың иығынан бір қойды. Мен сөзімде тұрдым, арамдық істеген Айдын, деді Мұхтар ыңырсып. Жігіттер, айтыңдаршы, не болып жатыр, деді Рухия. Оны мына батырдан сұра, біз сыртта боламыз, деп Сәкен мен Жандос шығып кетті. Қақпа алдына шыққандары сол еді. Айдын келіпті. Сәкен мен Жандос бойларын түзеп, күштерін жинап ашумен қарап тұрды. Сендер не, ана сүмелекті Рухияның үйіне әкелдіңдер ме? Деді тістене. Әкелсе несі бар? Деп қалды Сәкен. Сен не оттап тұрсың? Мұхтардың өз үйі жоқ па не? Мен оттап тұрған жоқ. Мұхтарды Рухиянікіне әкелеміз бе? Басқа жерге апарамыз ба, шаруаң болмасын. Сендей сөзінде тұрмайтын арам адаммен сөйлеспейміз. Бар, деді Сәкен. Кім арам? Деп Сәкеннің жағасына жабыса берген қолын Жандос қағып жіберіп. Сен арамсың. Неге сен сөзіңде тұрмадың? Неге Рухияға алдымен сөз айтпадың? 1 жыл бойы бізді жынды қылдың, деді. Мен сөз айтам ба? Жоқ па, шаруаларың болмасын. Былай тұрыңдар. Мен ана сүмелекті өз үйіне сүйреп апарайын деп ентелеп келе жатыр еді. Екі жігіт қатарласа қаһарлана қарап тұр. Түрлерінен өтіп көр, біз де бекер қарап тұрмаспыз, деген айбат бар. Айдын бөгеліп қалды, арт жақтан Қайрат та келді. Ол шала шарпы сөздерін естіген екен, түсінбегенін сұрады. Айдын, сонда сен Рухияның келісімінсіз қызым деп жүрдің бе? Біз бәріміз естідік қой, сендердің жеңгендерің сөз айтасыңдар. Қыз келсе екінші килікпейсіңдер дегенсіңдер. Мұхтар сөзінде тұрды, ал сен сонда алдап жүрдің бе? Деді жақын келіп. Бар шығар, сен де килікпей, деп кеудесінен itергенде Қайрат жұдырықпен жақтан тартып жіберді. Бұндай соқты күтпеген Айдын шегіншектеп қисайып кетті. Сен де кезінде Мұхтарға мүмкіндік бермей ұрып, есінен тандыра жаздым. Жеңдім деп кетіп едің. Қалай екен, деді Қайрат төніп. Қақпаның сыртына жүгіріп шыққан Рухия қастарына жетіп келіп. Сендерге не көрінген? Неге бір-бірлеріңе қол көтеретін болғансыңдар, деді. Рухия, сен менің қызымсың ғой. Айтшы мыналарға, деді Айдын жағын ұстаған күйі жалынышты дауыспен. Жоқ, мен сенің қызың емеспін. Болмағамда. Сен неге өтірік айтып жүрсің? Деді қабағын түйіп. Рухия, мен саған сөз айта алмай жүрдім. Рухия, сен маған қатты ұнайсың. Мен сені жақсы көремін, деп қолынан шап берді. Айдын, мен сені сыныптасым ретінде қатты сыйлаймын. Бірақ сені жақсы көрмеймін, деп қолын тартып алды. Не анау, ез Мұхтарды жақсы көресің бе? Деді Айдын ашуға булығып. Иә, жақсы көремін. Мен Мұхтарды сүйем, деп Рухия қаттырақ айтты. Айдын артқа шегініп тез бұрылып кетіп қалды. Басқа жігіттерде қош айтысып тарасты. Сол күннен бастап Мұхтар мен Рухия қыз бен жігіт саналып, екеуі қол ұстасып көшеде жүретін болды. Түлектер жан-жаққа арман қуып кетіп қалды. Ауылдан бірінші болып Айдын кетіп қалды. Мұхтар оқуға бармайтын болып жұмысқа кірді. Ал Рухия оқуға тапсыруға Алматыға жиналды. Кеш бойы сосын түні бойы құшақтары ажырамай, Мұхтар екеуі ұзақ сүйісіп, әрең айырылысты. Мұхтар бірден үйленейік деген ұсыныс айта алмады. Рухия болса мектепті
алтынға бітіре тұрып, бәріне қол сілтеп, тұрмысқа шығуға асықпады. Рухияның әкесі олардың достығына қарсы болмады. Көрші тұрып көз алдында өскен Мұхтарға өз баласындай қарап, сенген еді. Сонымен қатар Мұхтарға Рухияның оқығанын қалайтын, оқу керек екенін жиі түсіндірген. Мұхтар амалсыз көнген. Оның үстіне отбасының оны үйлендіре салатын жағдайлары да жоқ еді. Рухия өзі таңдаған университетіне оқуға түсті. Сабағын оқып, Мұхтарға хат жазып жүрді. Алматыда жүргеніне қатты қызғанса да амал жоқ, Мұхтар көнді. Қатында қалдырмауын, қыдырмауын, Айдынмен көріспеуін тәппіштеп тұрып жаза беретін. Рухия Айдынды көрмейтінін, сабақ пен жатақхана арасында жүретінін жазатын. Рухия расымен де тек сабағына көңіл бөліп, басқаға уақыт таппайтын. Айдын Алматыда жүрсе де Рухияны іздеп бармады. Тек сырттай қал жағдайын біліп, оқуын оқып жүре берді. Өзінің қателік жасағанына қатты өкінді. Басқа қыздарға көңілде бөлмей, тек сабаққа кірісті. Арғы үміті маман иесі болып дипломын алғанда Рухия көңіл бөлер деп ойлады. Айдын қалаға келген соң қыз балалардың әртүрлі болатынын көріп, Рухиядай қыз жоқтай көрінді. Сырттай Рухияға деген сезімі ұлғайса да, өзін тежеп жүрді. Спортпен де шұғылданып тез есейе бастады. Ауылға әке-шешесіне хат қана жазып, өзі ұзақ уақыт бармады. Сыныптастарының алдында қатты ұялды. Ауылда оқуға бармаған сыныптастары шетінен әскерге алынып жатқан болатын. Мұхтар да тексеруден өтіп әскерге алынатын белгілі болды. Ол заманда баратын күн белгіленіп, әскерге кететін отбасы баласын құрметпен шығарып салатын. Сондай шығарып салу кеші Мұхтарды да баратын болды. Алдын ала достарына хабар беріліп, дайындық басталды. Мұхтар телеграмм салып, Рухияға хабар жіберді. Рухия шығарып салу күшіне Алматыдан арнайы келді. Есік алдына ұзын дастархан жайылып, музыка қойылып, улап-шулап жастар ары бері жүр. Рухияны қатты құшақтап алған Мұхтарда қимастық бар. Бейбелеп аш жеп, ошу, екі үйді біріне бірін қосып тұрған жеміс бағының арасында оңаша отырған Мұхтар мен Рухия күйіп жанып, естерінен адасып, сүйісіп кетті. Үйде кім бар? Әкең бағана келмеді ғой, деді Мұхтар қыздың белінен құшақтап тұрып. Әкем әйелмен солардың бір туысқанның тойына кеткен, деді Рухия. Жүрші, сендердікіне оңаша біраз отырайықшы. Мына жерде біреулер сығалап тұрғандай, деді қолынан тартып. Рухия еш сескенбестен үйіне ертіп келді. Кең әдемі заманауи жиһазбен толтырылған 5-6 бөлмелі үйді Мұхтар шарлап шықты. Көрші тұрсам да мен сенің үйіңе кіріп көрмеппін. Бай тұрады екенсіңдер, деді жиһаздарды сипалап. Ол әкемнің әйелі. Бүкіл әжемнің дүниесін шығарып тастап, жаңалады деп, Рухия жақтыртпаған дауыспен айтты. Сенің бөлмен қайсы? Деді Мұхтар қолын жайып. Мына бөлме деп, өз бөлмесін көрсетіп ішке кірді. Бөлме тап-таза, еденде кілем, бір кісілік төсек, сабақ оқитын үстел орындығымен, кітап сөресі және шифонер, сандық бар екен. Өте жақсы екен, деді Мұхтар Рухияның белінен құшақтап. Енді сен осы бөлмеде мені есіңе алып отырасың деп, еріне жабысты. Нәзік қыз қанша қарсылық көрсетсе де төсегіне құлатты. Сен мені сүйесің ғой, деді. Сүйетіні сүйем ғой, бірақ Мұхтар, сен кетіп барасың. Осылай арымды былғап кетпексің бе, деді, жалынышты дауыспен. Жоқ жаным, жоқ, жай сені бір сынамақ болғам деп, Мұхтар бойын жинап орнынан тұрды. Зәресі ұшып қорқып кеткен Рухия тез жиналып, ол да ұшып тұрды. Дір-дір етеді. Кешір, ренжіме. Мен сені қатты жақсы көрем. Болды, уайымдама деп орындыққа отырып, қызды қолынан тартты. Рухия сәл бөгіліп, әрең қозғалып қасына келді. Ренжіп қалмадың ба? Қорқып кеттім. Мен қалай қорқып жүргенімді білсем ғой. Сен менсіз басқа жігіттерге қор болып қаласың ба? Болмаса басқа біреу алып қашып кетеме деген ойлар өзегімді өртейді, деді белінен құшақтап. Сен уайымдама, мен сабағыммен жатақханадан басқа ешқайда бармаймын. Ал ауылға келгенде үйімнен шықпай отырамын, деді Рухия үрейлі дауыспен. Солай жаса жаным, ешқайда барма, қыдырма, жүрме, тек сабақ, жатақхана, ауылда үйіңнен шықпа, деді. Солай болады, сенсіз маған қызықсыз, маған сенші, деп Рухия қасындағы орындыққа отыра кетті. Өйткені буындары дірілдеп тұрған еді. Біраз не болса, соны түсіндірген болып, Мұхтар көп сөйледі. Аздап ішкен ащы судың да әсерінен біресе есін жиып қалады, біресе ұқпай кетеді. Қой, сағат неше болды, деді. 3:30. Жүр, үй жаққа барайық, бізді тосып қалған болар. Деп екеу қатарласа үйден шықпақ болды. Есіктің қасына келгенде Мұхтар біртүрлі болып кетті.
Рухияны аймалап, сүйгіштеп еркінен тіс балқытып, қайта төсегіне құлатты. Бұл жолы Рухия қарсылық көрсеткенге дәрменсіз болды. Жаным, мендік болшы. Бұлай сені тастап кете алмаймын. Мен келемде сені аламын. Деген сөздерге иланды. Мұхтар қалай, сонда қалай болады деп, Рухия не болып жатқанын өзі ұқпай кетті. Жаным, сүйіктім, мендік бол. Сен мендіксің деп, шабысқан жігіттің ерні бақытты. Еш қарсылықсыз Мұхтарына сеніп құшағына кіре берді. Махаббатқа мас болып не істеп жатқандарында ұқпады. Бұлар іс болып, екеу аймаласып жатқанда, есіктен біреу айқайлады. Мұхтар, ай Мұхтар, сен қайдасың? Көлік келді деген дауысты естігенде, екеу бірге бастарын көтеріп алды. Жылдам киіне бастады, жүгіре басып Мұхтар шығып кетті. Жылдам киініп көзінің жасы көл болып, Рухия артынан жүгірді. Аулада үй іші түгел шығып тұр екен. Рухия келгенде Мұхтар бәрімен қоштасып болып қалыпты. Рухияға жақындап қатты құшақтап тұрып, апа, Рухия сізге аманат деді. Рухия өкіріп жылап жіберді. Мұхтар Рухияны жерден көтеріп айналдырып, рахмет жаным, саған рахмет, мені күт деді де, жерге қойып, ерінен бір сүйді де көліктен бортына қарғып мінді. Ұзап бара жатқан көліктің артынан қарап, Рухия тұрып қалды. Бөлмесіне келіп не білдіргенін түсінсе де, еш өкінбеді. Шын сүйген ғашығына сенді. Қыста түсті. Рухия өзін жайсыз сезініп, дәрігерге қаралғанда, жүкті екені анықталды. Басында қатты есі шықты, қорқып есеңгіреп отырып қалды. Сосын бар үміті Мұхтарында болып, жақсылап хат жазды. Германияға түскен Мұхтарға хат тез жете қоймады. Арада бір ай өтіп кетті. Жаңа жыл болып, қысқы демалысқа ауылға келген Рухия Мұхтардың апасына айтуға бекінді. Сол уақытта ауылға Айдында келген еді. Дүкеннен келе жатқан Рухияны көріп, қуып жетіп үйіне дейін шығарып салып, өткен кеткенге кешірім сұрады. Мұхтармен хабарласып тұрасың ба деп қақпаның алдында біраз сөйлесіп тұрып қалды. Сол кезде Мұхтардың апасы үй жақтан шығып, бұл не тұрыс, не әңгіме, деді. Апа, бұл мен Айдымын ғой, Рухия мен Мұхтардың сыныптасымын деп күле сөйлеген Айдынға. Сыныптасы болсан қайтейін? Деп тез бұрылып үйіне кетіп бара жатқан апайдың артынан Рухияның есі шығып жүгірек жетті. Апа, мен үйіме кірдім, тек ренжи көрмеңші деді, жалынышты дауыспен. Мұхтардың апасы алая бір қарап үйіне кетті. Бұл демалыста апаймен Рухия сөйлесе алмады. Неше оқталса да батылы жетпеді. Алматыға қайтуына тура келді. Ауылға келетін автобусқа артынып-тартынып, студенттер бірінен соң бірі келіп жатты. Рухия әкесімен қоштасып автобусқа отыра бергенде, Айдында келіп отырып жатқан. Рухияның сөмкелерін көтерісіп, бірге отырды. Автобуста Мұхтардың апасы бар еді. Көзі шатынап жақтырмай қалды. Қас қылғандай ауданға барғанда Алматыға кетер автобусқа да бірге билет алынған екен. Тағы да Айдын көмектесіп, сөмкелерді салысып жатқанын Мұхтардың апасы көріп, алая қарап кетіп қалды. Рухия еш түсіндіре алмай ұзақ жолға жылжыды. Алматыға келген соң Мұхтарға хат жазып, бала күннен күнге өсіп жатыр. Сен әке шешеңе айтсаңшы, мені үйіне апарып қойсын. Сені өз босағаңда күтейін деп те жазды. Жауап жоқ. Мұхтар ол уақытша әзірлік жасаған жерден ауысып, әскери қызметін өтеуге басқа қалаға орналасқан еді. Келген хаттарды қайта кері мекен жайға қайтарып жіберген болатын. Көктемде шықты, Мұхтардан хабар жоқ. Рухияның екі көзі төрт болды. Іші күннен күнге өсіп барады. Сабағын оқып жүргенмен көңілі алаңдаулы. Марттың ортасында аяқ астынан ауылдан жаман хабар келді. Рухияның әкесі қамауға алыныпты. Естері шығып, әкесінің қарындасымен ауылға жетті. Іс насырға асып, әкесі жауапқа тартылатын көрінеді. Қанша көмек іздегенмен, Рухияның әкесіне көмек қолын созатын жан табылмады. Басына іс түскенде жақыныңды танисың демекші. Тек әкесінің қарындасы шырылдап, талай босағаны тоздырады. Бәрі аттондарын ала қашып жолатпады. Тіпті жөні түзу ақылда қоспады. Сот болып, әкесі 5 жылға сотталып кетті. Дүниесі тәркеге салынып, талай заттарын үкімет басып алып та кетті. Ауылда өсек деген гүгу, Рухия болса аяғы ауыр қанша буып, байлағанмен білініп келеді. Амал жоқ, Мұхтардың апасымен сөйлесуге бел буды. Бақпен үйлеріне барып, ошақ маңында жүрген апайға жақындап, апа, сізбен сөйлесуім керек еді деді ақырын ғана. Апай оқ атқан көзімен тесердей қарап, менің сенімен сөйлесер сөзім жоқ, шайыңа жүр деді тістене.
Апа, мен сізге не істеп қойдым? Неге сонша ашуланасыз? Деді көзінен жасын ағызып. Немене маған келіп боздап отырсың? Не керек саған? Деді қасына жетіп келіп. Апа, мен жүрегімнің астында Мұхтардың баласын көтеріп жүрмін, деген сол еді. Тәйт, қайдағы Мұхтардың баласы? Шап аузыңды. Балама жала жаппай, деп баж ете қалды. Апа, имандай шыным. Бала Мұхтардікі, ол біледі. Деп жылап отырған Рухияның қолынан шұлқа тартып тұрғызды да. Құрт көзіңді. Бар, шолама бізге. Атама баламды, қарашы бұны. Мен не соқырмын ба? Барана Олжастың баласына аты кім еді? Айдос па, Айдын ба? Соған айт. Ұятсыз, бетсіз қаншық, деді бар даусымен. Дәл бұндайды күтпеген Рухия бедірейіп қатып қалды. Бар, кет жоғал, деп апай арқасынан itергенде, аяғын сүйреті басып үйіне әрең кетті. Бөлмесіне келіп бөктісіп өкіріп жылады. Осы бөлмеде болған жайды есіне түсіріп, Мұхтар мені тастамайды. Ол өзі істеген ісін мойнымен көтереді. Ол мені сүйеді деп жылап жатты. Есік жұлқына ашылып, өгей шешесі кіріп келіп, шашынан шап беріп, төсектен жерге бірақ сүйреп түсірді. Сен қаншық, не істеп жүрсің, а? Деп айқайлап шашын жібермейді. Шыңғырған Рухияның даусына қарамай далаға бірақ сүйреп шығарды. Шоғал, көзіме көрінбей, шоғал. Әкеңнің қара бет қылып жерге қаратып кеткені аз беді. Енді сен босағада отырып туңмақсың ба? Деп шапалықпен салып жіберді. Тәте, тыңдашы деп жалынған Рухияны тыңдамай. Шоғал, кет, бар көзіңді құрт. Ерге басқара етпей жоғал. Онсыз да кірерге тесік таппай жүргенде күйдірме мені. Жоғал, болмаса қазір мен сабап өлтірем. Қаншықтан туған қаншық, біліп едім сенің адам болмайтыныңды. Анау көкек шешеңді тауып ал, бар сенде балаңды туып бір жерге таста. Деген сөзді айтқанда көзі қанталап дірілдеп кетті. Рухия осы сөздерді естігенде тез бойын жинап алды. Домалап жатқан жерінен бар күш-жігерін жинап, тез көтеріліп үйге қарай жүгірді. Кіргізбеймін жоғал, деп екі қолымен керегені керіп тұрған өгей шешесін желкесінен итеріп құлатты да бөлмесіне қарай жүгіре басып кірді. Есігін іліп алып, есікке сүйеніп қатып қалды. Арт жағынан есікті ұрғыштап, аузынан ақ ит кіріп, қызыл ит шығып, айтпағаны жоқ, айқайлап өгей шешесі тұр. Чемоданды шығарып, біраз киімдерін жинастырып, сандықты ашып, әжесінің аманат еткен сақина білезіктерін алып, киімін ауыстырып болған соң есікті ашты. Көгеріп талай боқтық сөз айтып, ауызы тіпті көпіріп кеткен өгей шешесі сәл бөгіріп қалды. Чемоданын жылғи сүйреп, сыртқы есікке бетте-беті. Келуші болма, аяғыңды басушы болма. Ана тексіз балаңды көрмейтін болайын деді, бүкіл денесімен жылғылап. Рухия жалт қарады да шынтағымен тамағынан қыса жарға тақап тұрып, бұл менің әкемнің үйі. Келгім келсе келемін, тұрғым келсе тұрамын. Егер мен сенің көзіңді құртқым келсе, мен құртамын. Сен бала туа алмадың ба? Туа алмадың. Тұқымың жоқ па? Жоқ. Басқа балаға андағы ащы тіліңді тигізбей жөніңмен жүр. Аузыңды жаппайды екенсің, мен сені қуып шығам. Сондықтан бір жеріңді қыста, отыр деп, жібергенде әйел тамағын ұстаған күйі сырғып отырып кетті. Алматыға келіп сабағын жалғастырып, бар үміті Мұхтардан хабар күтумен болды. Менің хаттарым жетпесейді, ол өзі неге маған хат жазбайды? Ол менің мекен жайымды біледі ғой деп, қайтып келген хаттарына қарап жүре берді. Көп ұзамай әкесінің қарындасы іздеп келді. Екеуі егіліп ұзақ жылап сырласты. Апай өз үйіне ертіп келіп, босанғанын күтті. Рухия аман есен қыз босанды. Қырқынан шыққан соң сабағына да барып жүрді. Рухия босанған соң апай ауылға барып, Мұхтардың апасымен ашық сөйлеспек болған. Ол тіпті жылатпады. Аузына келгенін айтып, күйелей берді. Рухияның әкесінің істі болып сотталғаны олардың отбасының абыройын түсіріп, елдер туыстар теріс қарады. Ауылдан еш пайда жоғына көзі жеткен Рухияның апасы енді қызды ауылға жібермеймін деп шешті. Не жағдай болғанын әкесіне жазып та жіберді. Рухияның әкесі қызына еш ренжімейтінін айтып, ашшадай тұруын өтініп, қарындасына қызы мен немересіне қамқор болуын сұрап хат жазыпты. Содан Рухияның басқа өмірі басталып кеткен еді. Енді ғана 18-ге толған Рухия бір қыздың анасы болып, үлкен жүк арқалап болашағы үшін күресті. Үмітін үзбеді. Мұхтарын күтті. Ұзақ күтті. Ал Мұхтар қандай күйде болатын? Ол әрине Рухиядан хат алып үлгермей, апасынан хат алды.
Ол жерде апасы өтірік шынын араластырып, Рухияны әбден қаралаған еді. Артынан тағы да хат келіп, Рухияның әкесінің істі болғанын жазды. Бұл жаңалық Мұхтардың Рухияға деген көңілін су сепкендей басты. Шын негізінде Мұхтарда сондық сезім болмаған. Ол Рухияның әкесінің байлығына қызыққан болатын. Ол өзінше солардың бір тал қызын алсам, анау бақ дәулетке ие болам деген ойы бар еді. Енді ол байлық жоқ, Рухияның не керегі бар? Бала туса тусын, ол менікі ме жоқ па, оны кім біліпті? Мен оны ашып кеттім. Ол басқа менде болған болар, деген ойлар келді. Рухияға қатта жазбады. Сымырап 2-ші жылда өтіп, әскерден келді. Ауылдың бойжеткен қыздармен шетінен шертіп жүріп, қалағанмен жүрді. Әкесіне көмекші болып су ұстап, сол баяғы әдетіне салып, бар жақсыны үстіне жапсырып, шалғап жүріп ауылға келген құдаша қызды құрығына түсіріп үйленді. Ол құдаша қызда біреудің жалғыз қызы еді. Сол әйелінің үйіне еш қиналмастан кіріп алды. Балалы шағалы болды, тиіп қашып жұмыс істеген болды, оқымады. Заман өзгерді, ол байлықта, дәулетте кетіп, талай кикілжіңдер болды. Әйелі үйінен неше рет қуып та жіберген кездері болды. Араққа салынып, ауылда көшеде домалап та жатты. Өз әке шешесі басқа балаларын жеткіземіз деп, азып тозып, науқастанып қалды. Әкесі ұзақ ауырып жатып, дүниеден кетті. Апасы бар бала шағасымен ауылда жоқшылықпен отырды. Үйлері әбден тозып, бауырларының да бақтары ашылмай, топырлап отырды. Әйелі ауылдағы үйін, мал-мүлкін сатып, Алматыға көшерде Мұхтарды тауып, шарт қойып, ертіп келген еді. Алматыда жұмыс табылып, біраз жыл тірлік жасады. Балаларын оқытты. Енді міне, кеңейіп 2 бөлмелі пәтерге кешкен кез еді. Таңды Мұхтарда Рухияда көзілмей атырды. Мұхтарда бар қызығушылықпен оянып, Рухиямен жүздесу арман болып тұрса, Рухияның жүрегін өкпе, наз, реніш, қанжылатып тұрды. Рухия сол бойы тұрмысқа шықпай қызын бағып өсірді. Түрмеден науқастанып келген әкесі ауылдағы үйін сатып, біраз ақшаны әйеліне бөліп беріп, ажырасып, Алматыға келген еді. Шағын үй сатып алып, қызымен тұрды. Ұзақ емделді, ем қонбады. 4 жыл қиналып, ақыры қайтыс болды. Рухия оқуын қиналып жүріп, аяқтап, жұмысқа кіріп, небір қиындықтарды басынан өткеріп, қызын өсірді, оқытты. Қыз әкесіне ұқсаған ұзын бойлы, арық, сұлу қыз болды. Қызының есімін Сезім деп атап, аялап өсірген қызы өте мінезі жұмсақ, ақылды болды. Сезім гимнастикаға жақын болып, сол саламен шұғылданып жүріп, сосын агробот болды. Жұмыста істеп тұрмысқа шығып, екеуі бірігіп, Рухия көмектесіп осы пәтерді алған болатын. Сезім 1 жыл болып қалды, жұмысында бір түрік жасап жүріп, беліне зақым келтіріп алып, қол арбаға байланып қалған. Рухияның қазіргі уайымы қызы 2 мәрте жасалған отадан еш өзгеріс болмады. Күйеу баласы қамқорлық жасап жүргенмен, соңғы кезде іс-сапар деп кетуді жиілетті. 3 жасар Інжу немересін балабақшаға жаңа орналастырып, Рухия барып алып келіп, қызына көмектесіп жүрген еді. Мама деп ояна салып, шешесіне жүгіретін немересі Інжудің артынан қоса Рухия жүгіріп келді. Сезім басын көтеріп жатыр екен, кішкентай қызы қарғып төсекке шықты да, анасын аймалап сүйгіштеп кетті. Моя принцесса, моя красавица, күнім, жаным, айым деп Сезім қызын сүйгіштеп жатыр. Мама, папам бүгін келеді, деп саусақтарын көрсетіп, 4 күннің біткенін көрсетті. Бүгін келу керек, деді Сезім. Апа, мен балабақшаға балам ба? Деді аузын бүртетіп. Бүгін бармайсың, бүгін күн сенбі, деді Рухия күліп. Олла, деп Інжу төсекте секіріп шапалақтап мәз. Сағат 10-дарда Рухия қызын қол арбаға отырғызып, немересін ертіп, аулаға серуендеге шықты. Сыртқы дәлізге Сезімді сүйреп шығарып, осы пәтерді бекітіп тұрғанда таңнан осы есікті қайта-қайта қарап жүрген. Мұхтар ойында ештеңе жоқ. Жүгіріп түсіп келе жатып, қол арбадағы қызды көріп тоқтап қалды. Есігін бекітіп жоғарыдан түсіп келе жатқан адамға қараған Рухия сұрланып кетті. Біраз ойлы көзбен тесіле қарап тұрды да, қол арбаны еппен төмен қарай түсіріп, немере қызын қолынан ұстап, сыртқы есікті ашып, есікті немере қызына ұстатып, өзі қайта кіріп, Сезімді сүйреп сыртқа шықты. Мұхтар тұрған жерінде тұрып қалды. Не сыртқа шықпады, не қайта өз қабатына көтерілмеді. Сыртта қызы мен немересін кетіп бара жатқан Рухияға дәліздің шағын терезесінен көз жүгірді.
Рухия бұрынғысынан да сұлуланып кеткендей көрінді. Еш жері өзгермегендей. Тек көз қарасы суық. Кешке балалар ойнайтын алаңның шетінде отырған Рухияны көріп, Мұхтар сөйлесуді ойлады. Жанына келіп, қалғалай Рухия, сен мені танымадың ба? Мен Мұхтармын деді. Рухия ойлы көзбен қарап отырып, таныдым. Неге сені танымаймын? Сендей адамды шырт ұйқыдан оятып сұраса, еш жаңылмастан танып айтар едім деді. Бұның қалай? Бірге тұрып, бірге өстік қой. Деп тағы да бірдеңелерді көпіріп айтпақшы болып еді. Өңменін тесерде жаман қараған Рухияның көз қарасы тоқтатты. Не керек саған? Деді Рухия зілді дауыспен. Ештеңе керек емес, жай амандасайын дегем. Деп Мұхтар қипақтап қалды. Шіркін-ай, сен де амандық сұрауды біледі екенсің ғой. Бақ. Қашаннан бері сенде ондай қасиет пайда болды? Деп Рухия орнынан тұрды. Рухия, сен маған өкпелесің білем. Сен біледі екенсің ғой. Мен болсам сені білмей жүрме деп ойлап жүрсем. Шолама маған, қараушы болма. Мүлдем көзіме көрінбе деп. Рухия балалардың арасына кіріп, немересімен ойнап кетті. Мұхтар сәл ойланып отырды да, осы мүгедек қыз менің қызым болмаса болды деді. Делесі дір етіп. Тұрған жерінен жылдан пәтеріне қашқандай көтерілді. Арада бір уақыт өтті, Мұхтар Рухияны сыртынан бақылап қарап жүрді. Мықты көлікпен келетін күйеу баласын да байқады. Рухияның да бекер адам емес екеніне де көзі жетті. Рухия бұл кезде үлкен мекемені басқаратын, дүркіреп тұрған жан екенін де естіді. Басында жеке пәтері саяжайы бар екенін де білді. Сол үйде тұратын көрші қолаңның анықтап біліп алған. Мұхтардың ойына тағы да бір арам ой кірді. Осынша уақыт Рухия басқа еркекпен бас қоспағанын өзіне деген махаббаты деп ұқты. Енді сол өшпеген махаббатты қайта жанса, екі әйелді бір иленіп, шалқып жүремін деген ой келді. Енді амалын тауып Рухияға жақындауды ойластырды. Мұхтар күзетші болып жұмыс жасайтын. Әйелі бір дүкенде сатушы, үлкен баласы келіншегімен және тағы да екі қызы бәрі бірге тұрады. Қыздарын тұрмысқа беріп құтылсам, ұлымызбен осы пәтерде тұра береміз деген ойы бар еді. Енді Рухияның жағдайы қызықтырып, Мұхтар армандап жүрді. Сезімге ота жасалған күн еді. Рухия ауладағы орындықтардың бірінде мұңға батып, Құдайдан тілеу тілеп отырып қалған болатын. Осы сәтті қалт жібермеген Мұхтар қасына жетіп келді. Рухия, қалың қалай? Саған не болды? Менің көмегім керек бе деді. Мүләйімсіп, жылы дауыспен. Шалт қараған Рухия Мұхтарға тұжырайы жауап берді. Әлемде адам қурап қалса да сенен көмек алмаспын деп, орнынан тұрып, подъезге қарай беттеді. Мұхтар соңынан ілесе жүріп, Рухия, сен мені кешір. Мен ит болыппын, мен адам емеспін. Өтінем, мені кешірші деді артынан қалмай жалынышты дауыспен. Рухия Мұхтарға таңырқай қарап, сен енді неменеге кешірім сұрап жүрсің, Сен өзіңнің ит екеніңді біліпсің. Құдайға тәубе, барша маған жолама дедім ғой. Сенсізде басым қатып отыр, деп үлкен сыртқы есікті ашып, дәлізге кіргенде, Мұхтар да қабаттаса кірді. Рухия ештен кеш жақсы ғой, дейді. Мені осы үйге Құдайым өзі әкелген болар. Кеш болса да саған көмек беруім керек шығар деп, шағаласа Рухияның пәтерінің есігінің қасына келді. Іштей менен көмек сұрамас, мен не көмек берем? Тек төсек қатынасы болса да жеткілікті. Бұл әйелде бәрі бар, деп те ойлап үлгерді. Рухия ашулы көзбен шарылардай болып Мұхтарға қарап, Құдайым, мен саған не жазып қойып едім? Мұна иттен бір көрген азабым аз беті. Енді бұл сүмелекті неменеге менің көз алдыма әкеліп қойды, деп бар даусымен айқайлап айтты да, сен көмегіңді анау бала-шағаңа бер. Мені жайыма қалдырмайды екенсің, әйеліңе барам. Одан қоймасаң, шағым жазам деп, есігін ашып, ішке кіріп, есігін бекітіп алды. Мұхтар сескеніп қалды, ол әйелінің мінезін біледі. Ол мұна жағдайды естісе үйінен бездіріп, қаңғытып жіберетін анық. Сөмірейіп пәтеріне көтерілді. Рухия нан елеп, шеті шербеп пісіріп, дұға тілегін жасап отырып, жаратқан, артық айтқан сөзімді кешіре көр. Мен пендемін, мен күнәһармын. Бір сенің қолдауыңмен арқасы мұна өмірімді сүріп жатырмын. Жаратқан, сен маған азап бере отырып, бақта бердің. Бар бағым, бар байлығым қызым. Сол қызым құлан таза айығып кетсінші деп. Отбасы аман болып, сүйіп қосылған күйеумен балалы шағалы болып бақытты өмір сүрсінші. Анасының күнәсін баласы көтереді дейді ғой. Мен өз анамның күнәсін көтеріп жүрген болармын.
Берер сынағыңыз бар болса тағы да көтерем. Осы өмірде сол сынақтарды беріп жатқаныңызға рахмет айтам. Тек қызым азаптанбасыншы, жыламасыншы деп бетін сипады. Арада 10 күн өтіп, ота сәтті болғанын естіп, Рухия шелпек пісіріп тағы да бата, тілек, дұға жасап, сыртқа шығарып таратып жүреді. Дәл алдынан Мұхтар әйелімен қатарласа жолықты. Рухия сәл кідіріп, шелпекті ұсынып еді Мұхтардың әйелі. Ой, не нада, майлық, қолымыз май болады деп, қолдарын жоғары көтеріп өте шықты. Мұхтар жалтақ-жалтақ қараған күй әйеліне еріп шелпекті алмады. Рухия жиіркене мырс ете қалды. Олардың арттарынан келе жатқан бөтен адам алып, ниетіңіз қабыл болсын, әруақтарға тие берсін деді. Рухия ырзашылықпен басын изеді. Осы кездерде Мұхтардың өз отбасында қандай беделде екенін Рухия көріп іш ашыды. Қандай жігіт еді, ерке, ешкімге боймен өшеді ғой. Ең құрығанда Рухия саған не болды деп, бір іздеп те келмеді ғой. Менің қызды болғанымды бүкіл ауыл білді, сонда осы Мұхтар білмей қалды ма деп ойланатын. Айдын неше мәрте келіп, сүйетінін айтып, қызыңмен бірге алам, туған қызымдай асырайым деп сөзде салған. Біраз жыл азын аулақ көмекте берген. Кейін Рухия жақсылап сөйлесіп, бақытты деп, қосыла алмайтынын айтып, аралары үзілген еді. Бірақ көрген жерде аман саламдары дұрыс, ол да отбасылы болған. Сәкен, Қайрат, Жандоспен де араласып, құраласып келеді. Тегі осы Мұхтар өзінен өзі еді. Рухия Мұхтар қандай өмір сүріп жүргенін талай естіген. Сүйген жүрек жамандыққа қимайды, оған бақытты деп талай түнде жылаған еді. Алланың оны кешіруін өтінген еді. Енді Мұхтарды өз көзімен көріп, жаны ашыса да жүрегі жіби қоймады. Ал Мұхтар болса жарты ғасыр сүрген өмірінде ең құрығанда бала шағасының алдында беделі жоқ. Соны көріп Рухия кейде не деген жан? Осы адамды қалай жақсы көрдім екен деп ойланып кететін. Қызын емханадан шығарған соң пәтеріне әкеліп, Рухия 2 айдан аса қасында болып қарасып көмектесті. Бір үйдің тұратын болған соң анда-санда жүзбе-жүз Мұхтармен кездесе берді. Әр кездесіп қалғандарында Мұхтарды қалай қаратсам деген ой болса, ал Рухияда қалай құтылсам деген ой болатын. Бірде тағы да дәлізде жолыққан Рухия Мұхтарға жабыса кетті. Қолынан ұстамақ болып, сөз беті Рухия бар күшімен қағып жібергенде, Мұхтардың қолы сынып қалардай ауырды. Сүмен кетпе, аңдағы сасық қолыңды. Тартары, маған саусағыңды тигізуші болма деді Рухия сілді дауыспен. Не болыпты? Кезінде осы қолым емес пе? Андағы денеңді сипалаған деді Мұхтар, мысқылдай ауырып, кеткен қолын сипалап тұрып. Сол менің абыройымда шашқан, қолың неге шіріп қалмаған? Неменің жетісіп мақтанып тұрсың? Қарғысатсын сол түнді, сені де қарғысатсын, деді Рухия зор дауыспен ашына. Сен қарғама, сен өзің берілген болатынсың, еш сорлықсыз, деді Мұхтар танауын көтеріп. О, сорлы, мен сені қарғағамаған едім. Мен саған тек қана бақыт тілеген едім. Енді сен сонша жылдан соң менің бетіме басып келемеждеп тұрған соң қарғаймын. Мұхтар, сен 2 қыз өсіріп отырсың. Мені мазалықтамас бұрын сол қыздарыңа бақыт тіле, деді Рухия тістене. Не болыпты мен қыздарыма? Сен де менің қызымды өсіріп отырсың. Сезім, менің қызым ғой, деді аузын кері ашып, тістерін көрсете күлімдеп. Қашаннан бері қызым деп қалғансың? Охо, батыл болыпсың ғой. Енді не істейміз? Қатыныңнан сүйінші сұрайын ба? Неше жылғы жәрдем ақы бермегеніне сотқа жазайын ба? Не істейін? Сараптама жасап, толық анықтайық, дәл сенің қызың болып шығады. Сосын не болады? Деді Рухия да ауыздарын қисайта. Мұхтар сасып қалды. Мен саған өз жөніммен жүр дегем, маған жолама дегем. Егерде осыдан қызыма сыбыс естіледі екен, менен жақсылық күтпе. Отбасыңды ойран етіп, мен саған ашық ауыз 17 жасар Рухия емеспін. Мен арыстан болдым, түтеңді тұқымыңмен құртам, деді де Рухия қағып, сыртқа шығып кетті. Мұхтардың бүкіл арман қиялына су құйылып жым болды. Жұмыстан келген күйеу баласына, балам, бәріміз бір үйде тұрсақ қалай қарайсың? Мен өз пәтеріммен саяжайды сатайын. Сендер де пәтерлеріңді сатып бірігіп, кең, бақшасы, баяғы бар жер үй алайық. Мен сендерден бірге тұрғым келеді. Шамам келгенше көмегімді берейін. Сезіммен үнжуден басқа кімім бар? Сен де маған балам болдың. Рұқсат бересің бе? Қалай қарайсың, деді. Мам, сіз қандай ақылдысыз?
біз сізге осы ойды айта алмай жүрген едік, деді күйеу баласы қуанып. Көп ұзамай пәтер сатылып, Рухия көлікке заттарын тиеп болып кетіп бара жатқанда, 7-ші қабаттан Мұхтар қарап тұр еді. Әйелі қасына келіп, анау инвалид қызы бар әйел особняк сатып алып көшіп барады екен, деді жақтырмаған дауыспен. Оның қызы қазір мүгедек емес қой, деді Мұхтар ашуланып. Инвалид, ол инвалид. Ұзаққа бармайды, бала тапса, қайта арбаға отырады деп, ернін шығарып әйелі кетіп барады. Мұхтар әйелінің артынан қарап тұрып, сен қандай адамсың? Құдай теңімен қосады деген осы шығар. Мен қандайым, сен сондайсың ғой, деді. Рухия Мұхтардың жанынан алыстағанына қатты қуанды. Қанша дегенмен ол қызының әкесі де, қанша жек көрсе де, ол кезінде сол адамды сүйді. Енді әрдайым қақтығысып қалып ауыр сөздермен бетін қаққаны өзіне де ауыр тиіп жүреді. Оның ісіне абайсызда қызы біліп қойса, не күй кешеді деп ойымдайды. Енді көңілі жайланды. Тағдыр араларына сонша жыл салып, Мұхтармен қайта жолықтырған Рухияның сезімінен түк қалмаса да, сонау балалық пәк сезіміне деген құрметі өшпеген еді. Сол бір сәтке оралып, дәл сол күйді қайта кешірмедік деген сұрақты өз-өзіне қойды да, қызына қарап, сезімім үшін дәл сол қателікті қайталар едім, деді. Өйткені бір тал қызын өз жанынан артық жақсы көретін. Міне, құрметті тыңдармандарым, бұл Рухия мен Мұхтардың өмірі бұндай тағдырлар жетіп артылады. Қазіргі қоғамда тіпті көбейіп кетті. Махаббаттың қадірін білейік, сүйгенімізді аялап өтейік. Ойланбай жасаған шалыс іс өмірді тас-талқан жасайтынын анық. Жастарға айтарым, сүйе біліңдер. Сүйгендермен қатар сыйлай, қадірлей біліңдер. Махаббаттың жалынатқан отына күйіп қалмаңдар. Рухияның аяқтануынан қамқор болар апайымен, әкесімен жанынан табылды. Ал далада нәрестесін құшақтап қалған бейшара қыздар қаншама. Болмаса түсік жасатып соңынан бала сүю қабілетінен айрылғандар ше. Қоқыста жатқан нәрестелер жаныңды түршіктіреді. Сондықтан бір-бірлеріңді аялаңдар. Обалдарыңа қалмаңдар. Өмір бумеранг, айналып бәрі бір алдыңа, болмаса ұрпағыңа келеді. Жүрекпен, жан тәнмен сүйген адам жамандық жасамайды. Бақытты болайық. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып көр қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.